Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ойын техникасы. Сабақтың мақсаты арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түрлендіре білу. Олай болса, қауіпсіздік ережесін сақтайық. Сабақ кезінде бос кеңістікті қамтамасыз ету және де спорт киімі болу. Мұғалімнің көрсеткен жаттығуларын дұрыс орындау. Ал балалар, дене жаттығуларының пайдасы қандай? Ол әрине мидың қызметін жақсартады, артық салмақтан арылтады, бұлшық еттерді дамытады, қан айналымын жақсартады, тыныс алу жолдарын жақсартады. Сабақтың тақырыбына көшпес бұрын, ең алдымен дене қыздыру жаттығуларын жасап алайық. Бірінші жаттығу: қол белде, басымызды оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды оң жақтан баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Аяқта. Келесі жаттығу: кеуденің тұсында саусақтарымызбен құлып жасаймыз. 1 дегенде қолды алдыға созамыз, 2 бастап қалып, 3 жоғары созамыз, 4 бастап қалып. Бастап қалып отыр. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқта. Келесі үшінші жаттығуымыз: қолды иыққа қоямыз. 1, 2, 3, 4 дегенде алдыға айналдырамыз. Келесі 4 есеп артқа айналдырамыз. Бастап қалып отыр. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқта. Келесі жаттығуымыз: қол кеуденің тұсында. 1, 2 дегенде бүгілі қолды артқа сермейміз. 3, 4 түзу қолды артқа сермейміз. Бастап қалып отыр. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтаймыз. Допты берудің қандай әдістері сіздерге таныс? Жауап беріп кетсеңіздер. Әрине ол бір колоннамен жүру, белсенді қозғалыстарға ауысу, бір қалыпты жүгіру, тағы да басқа әдістері бар. Сабақтың тақырыбы бойынша ойын техникасы. Яғни бұл допты беру әдісін орындау. Қарап отқандарыңыздай, бірінші әдісі бұл допты кеудеден беру. Кеудеден бір қолмен беру. Яғни бұл жұптық орындау әдісі ойын кезінде қолданылады. Үйде қолдарыңызда доп болса, немесе доп сияқты бір домалақ затты алып үйде жасауға болады. Мысалы былай. Өстіп жай-жайдан қайталаймыз. Немесе оны сабаққа шыққан кезде, сабақтың кезінде ойын барысында қолданамыз. Мені қарап отқандарыңыздай. Допты кеудеден беру әдісі. Екінші әдісі бұл екі қолмен беру. Екі қолмен береміз. Келесі әдіс, үшінші әдіс, допты жоғарыдан беру. Екі қолмен жоғарыдан. Ендеше балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, бүгін біз қандай ойын тәсілдерімен таныстық? Әрине бұл допты бір қолмен кеудеден беру, екі қолмен кеудеден беру, допты жоғарыдан беру және иықтан асыра беру. Осы ойын әдістерін баскетбол ойында қолданамыз. Олай болса, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Спорт, спорт, спорт.